Әдебиеттік оқу 76-77 бет. Ақылшым мұғалім. Бүгінгі сабақта өлеңді түсініп оқып, талдауды үйренеміз. Тақырыпқа байланысты сурет бойынша әңгіме құрастырамыз, сөз жұмбақтар шешеміз. Ал енді сендерге сәттілік. Көп нүктенің орнына қажетті сөздерді қойып, мақал-мәтелдерді дұрыс оқуымыз керек. Яғни, бірінші оқу білім, ол не? Ойланамыз, балалар. Оқу білім не болуы мүмкін? Кәне тексерейік. Бұлағы, жарайсыңдар, балалар. Келесі, қына тасқа бітеді, білім қайда бітеді? Кәне ойланып көреміз. Қына тасқа бітеді, білім қайда бітеді екен? Басқа бітеді екен. Жарайсыңдар. Өнері білінбес, бәйгеге түсіп жарыспай. Ненің өнері білінбес, бәйгеге түсіп жарыспай? Ойланамыз, балалар. Бәйгеге не шабады? Оны да ойланамыз. Яғни ат екен. Келесі, не тозбайтын тон, білім тапсылмайтын кен. Кәне ойланамыз, тозбайтын не болуы мүмкін? Білім тапсылмайтын кен дейді. Яғни, балалар, ол ақыл екен, балалар. Ойланамыз. Біз барлық мақал-мәтелдерді білеміз. Келесі, оқу инеменен құдық не істегендей? Кәне ойланамыз. Яғни, оқу инеменен құдық қазғандай екен. Яғни, бүгінгі біздің сөз жұмбақтың негізгі сөзі ұстаз екен. Ұстаз деген кім? Ол мектептің жүрегі. Ол бізге тәлім мен тәрбие береді. Бүгін біз ақылшы мұғалім атты өлеңмен танысамыз. Ақылшы мұғалім. Сәбилі көңілден арналды бұл әнім, баулайтын өмірге ақылшы мұғалім. Тілінді аламын, айтқанды ұғамын, мен сендей боламын ақылшы мұғалім. Арқанда өзіңнің адам боп шығамын, бәрі алтын сөзіңнің ақылшым мұғалім. Барлық мамандық иелерін алғашқы әріп танытып, қолына қалам беретін әрине ол ұстаз. Әрбір шәкірттің бойында, жадында алғашқы ұстазы мәңгілік ойында қалады. Керемет мамандықтар бар, түрлі мамандық иелері бар. Енді осы өлеңнің авторы Әнуарбек Дүйсенбинов екен. Ол кісі Алматы облысында туған, балалар ақыны, аудармашы екен. Балалар, енді осы өлең бойынша жұмыс жасап көрейікші. Сурет бойынша әңгіме құрастырып жаз. Үлгі, сендерге үлгі берілген. Сол үлгідегі көп нүктенің орнына өз ұстаздарын жайлы баяндап жазулары да болады. Ең жақсы ұстаз. Ертеде бір атана баласына ең жақсы мектеп және ең жақсы ұстаз депті. Олар бір мектепті тауып, балаларын сол мектепке оқытуға бермекші болыпты. Таңертең атасы немересін мектепке ертіп апарыпты. Атасы немересімен мектепке кірген сәтте барлық балалар олардың жанына жиналып, саусақтарын шошайтып, атасы қандай таңғаларлық адам, өте семіз екен, деп мазақтай бастапты. Балалар осылай атасы мен немересіне күліп, келемеждеп біраз жүріпті. Қоңырау соғылып, балалар сабақтарына кетіпті. Ал атасы немересін қолынан ұстап, мектептің ауласынан шығып кетіп қалыпты. Ата, мектепке неге кірмейміз? Деп сұрайды немересі. Сонда атасы, саған жақсы мектепті өзім тауып беремін, деп сенімді жауап беріпті. Содан кейін немересін үйге қалдырып, өзі жолға шығыпты. Ол жол бойы кездескен мектептердің бәріне кіріпті. Атасы мектептің ауласына кіріп, қақпаның алдында қоңырау соғылғанын күтіп тұрады екен. Кей мектептің ауласынан тағы да бос күлкі мен мазақтау естіп қайтса, кей мектептің балалары тіпті назар аудармапты. Кеш батып қалғанда ол бір кішкентай ауласы бар, кішкене мектепке келеді. Тағы да мектептің ауласында қоңырау соғылғанын күтіп тұрады. Қоңырау соғылып, балалар шулап далаға жүгіріп шығады. Кенет, ата, су ішесіз бе? Деген баланың даусын естиді қарт. Ал бір бала әдепті түрде, ата, шаршаған шығарсыз, отырып дем алыңыз депті. Мұғалім шақырайық па? Депті бір қыз бала. Сол сәтте мектептен мұғалімдері де шығыпты. Атасы мұғаліммен әдепті түрде амандасты да,
Мен немереме ең жақсы мектепті таптым, деді. Сіз қателесіп тұрған шығарсыз. Бұл көрнекті емес, кішкентай мектеп қой, деді мұғалім. Атасы әңгімені осы жерде тоқтатты да, ертең осы мектепке немересін алып келетінін айтты. Кешке баланың ата-анасы атасының таңдауына таң қалды. Ұстазды шәкіртіне қарап таниды, деп жауап берді баланың атасы.